Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің қалай беляши жасайтынымды көрсеткім келеді. Ыдысқа 500 мл су, 1 шай қасық ашытқы, дрожжи яғни, 1 шай қасық қант және 3 ас қасық ұн салып, араластырып апары дайындаймыз. Бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қоямыз. 15 минуттан соң апарамыз көтерілгеннен кейін үстіне 1 шай қасық тұз және 750 грамм ұнды екіге бөліп қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымыздың барлығы иленгеннен кейін 1 ас қасық өсімдік майын қосып, қамырымыздың иін қандырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағат жарым уақытқа қойып қоямыз. Осы аралықта беляшиіміздің салмасын дайындап аламыз. Ол үшін 400 грамм тартылған етке дәміне қарай тұз, бұрыш, ұсақтап туралған пияз қосып араластырамыз. Шамамен 1 сағат уақыт өткен кезде қамырымызды бір басып қоямыз. Енді жарты сағат өткеннен кейін беляшилерімізді жасап бастауға болады. Әбден көтерілген қамырымызды ұн себілген тақтайымызға түсіріп, оны бөлшектерге бөліп, бір бөлшегін сопақтау формаға келтіріп, видеодағыдай кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Дөңгелек бөлшек болғаны жақсы, илеуге өте ыңғайлы болады. Енді беляшиларды қалай жасайтынымды көрсетейін. Бір кішкентай бөлшекті оқтаумен илеп, ортасына етімізді салып, видеодағыдай айналасын жинап шығасыз. Немесе өзіңіз қалаған формаға келтіріп жасап аласыз. Ал мен өзімнің қалай жасайтынымды баяу видеомен көрсетейін. Барлық беляшиларыңызды жасап болғасын, оларды қатты қызып тұрған орташа отта майға салып қуырасыз. Беляшидің тесікшесі бар жағын төменге қаратып саласыз. Беляшилардың бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, ол жағында қызартып, ыдысыңызға түсіріп аласыз. Мен беляшиларды осы әдіспен пісіремін. Сіздерге әдісім ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмау үшін арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.